Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін бізде алғашқы қадам подкастының кезекті шығарылымы, және бізде бүгін қонақта аудан әкімі аппаратының басшысы және де әдеп жөніндегі уәкілі Серік Нұрсұлтан Каримұлы. Нұрсұлтан Каримұлы, қош келдіңіз. Рахмет. Бүгін подкастымыздың тақырыбы алғашқы қадам болғандықтан, сіздің осы мемлекеттік қызметке келгендегі алғашқы қадамыңыз қандай болды? Сол туралы айтып берсеңіз. Рахмет, құрметті көрермендер. Бүгінгі осындай подкастқа түсуге шақырғандарыңызға үлкен рахмет, алғысымды білдіремін. Енді мемлекеттік қызметке келгендегі алғашқы қадам біздерде жалпы жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін жаңағы қазір мына жастар практикасы деген жақсы мүмкіндік бар жастарға. Сол жастар практикасын пайдаланып, өзім мына облыстық ол кезде энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы бар. Сол басқармада жастар практикасымен қызметімді бастағам. Және сонда жүріп, мемлекеттік қызметке деген қызығушылығым артып, сол жерде мемлекеттік қызметке өту жөнінде тест тапсырып, 2013 жылдан бастап сол басқармада мемлекеттік қызметті бастадым. Бас маман болып. Содан кейін енді бірнеше мекемелерде жұмыс істеп келе жатырмыз. Осы мемлекеттік қызметтің қоғамдағы рөлі туралы айтып берсеңіз. Жалпы мемлекеттік қызмет деген жалпы мемлекеттік қызметшілер ол тұрғындармен бөліс қой. Тұрғындардың жағдайын жақсарту бағытында қызмет атқару, жалпы тұрғындардың сауалына жауап беру, қажеттіліктерін орналастыру деген сияқты. Енді мемлекеттік қызмет жалпы қоғамдағы рөлі деген қоғаммен етене қарым-қатынас жасайды. Қоғам мен үкімет арасындағы көпір ретінде мемлекеттік қызметшілер сондай рөл атқарады. Және сонымен қатар олар өздерінің кәсібилігімен қатар адалдық бар, жауапкершілік бар, тәртіп бар. Осындай мәселелерде жүргізген қызметшілер. Бүгінгі мемлекеттік қызметтік жүйесінде қандай өзгерістер бар және жастарға қандай мүмкіндіктер қарастырылып болған? Сол туралы айтып берсеңіз. Жалпы енді мемлекеттік қызмет саласында әрдайым өзгерістер болып тұрады. Енді қазіргі өзгерістер жалпы конкурстық рәсім дейді ғой. Мемлекеттік қызметке келгенде конкурстық рәсімдерден өтеді. Конкурстық рәсімде қазір жалпы цифрландыру, ақпараттандыру болсын, жалпы электронды түрге ауысты. Бұл электронды нұсқаға ауысқаны бұл жерде адами фактордың қатысуынсыз. Яғни барлығы сол базада электрон түрде жүреді. Ешқандай адами фактор қатыспайды бұл жерде. Осы мүмкіндік бар. Және жастарға мүмкіндік. Қазір енді мысалы конкурссыз тағайындау несі бар, мүмкіндігі бар. Мысалы жоғары оқу орнын бітірген студенттер егерде өздерінің оқу үлгерімі GPA дейді, GPA 3-33-тен жоғары болса, ол студенттерді мамандыққа келген жағдайда конкурссыз тағайындауға мүмкіндік бар. Және өзгешіліктер қазір енді биылғы жылы өздеріңіз естіген боларсыздар, президентіміз мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгерістер енгізу жөніндегі жарлыққа қол қойды. Ол енді 1 шілдеден бастап күшіне енетін болады. Ол жерде де енді жалпы осы мемлекеттік қызметті жетілдіру бағытында конкурстық рәсімдерді одан сайын автоматтандыру, электронды нұсқаға көшіру және мемлекеттік қызметшілердің мәртебесін арттыру және мемлекеттік қызметшілерді қолдау, қорғау бағытында деген жаңашылдықтар, өзгерістер бар. Көпшілік осы мемлекеттік қызметшілер сақтау керек талаптарды тек жұмыс орнында ғана деп ойлайды. Ал жұмыс орнынан тыс сақталу керек нормалар бар ма? Жалпы мемлекеттік қызметші тек қана жұмыс уақытында емес, 24 сағат мемлекеттік қызметші болу керек. Не десеңіз, мемлекеттік қызметке келгенде ант қабылдап, қабылданған шектеулерді қол қояды. Ол жерде бәрі жазылған, қандай шектеулер бар екені. Жалпы өзім әдеп жөніндегі уәкіл ретінде ауылдық округтардың мамандарымен және бөлімдердің мамандарымен кездескенде әрдайым айтып жүремін, мемлекеттік қызметшілер ол еңбек демалысында жүрсін, іс сапарда жүрсін, жұмыстан тыс уақытта демалыс күндері болсын,
өзін мемлекеттік қызметші ретінде ұстану керек. Сәйкесінше бағанағы мемлекеттік қызметшіге қойылатын талаптар бар, әдеп нормалары бар, соны қай жерде сақтап жүру керек. Мысалы жұмыс уақытында ол кісі әдеп бағанағы нормаларын сақтап, енді демалыс сенбі жексенбі күндері немесе еңбек демалысында ол нормаларды сақтамау деген жоқ. 24 сағат бойы мемлекеттік қызметші ол өзінің ұстауы көпшілік жерде бағанағы барлық нормаларды сақтап жүруге бірдей бәріне болады. Осы мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дамуына қандай мүмкіндіктер бар? Жалпы мемлекеттік қызметші қызметке кіргеннен бастап оларда бағанағы ілгері дамуға көптеген көмектер бар. Мысалы, ол мемлекеттік қызметке кіргеннен бастап біліктілік арттыру, қайта даярлау курстарына жіберіледі. Және оған ол бағанағы тағылымдамаға барады. Және оған бағанағы тәлімгер тағайындалады. Ол тәлімгер оны үйретеді бағанағы мемлекеттік қызметке деген сияқты. Сосын біздерде мысалы ілгерілету бағытында мемлекеттік қызметшілерге мансаптық өсу бағытында қазір мысалы мына өңірлік президенттік жастар кадр резерві бар, өңірлік жастар кадр резерві бар. Және академияда мемлекеттік қызметшілердің біліктілік арттыру курстары бар. Сол курстарға жіберіледі. Осылай олар өздерінің мансаптық өсу, бағанағы білім деңгейін арттыру, жетілдіру бағытында өздерін әрдайым дамыту. Өте керемет мүмкіндік екен. Осы Казталов ауданында мемлекеттік қызмет саласындағы жетістіктерді атап өтсеңіз? Енді мемлекеттік қызметшілер енді көбісі ойлайды, тек бағанағы жұмыс орнында жұмыспен таңнан кешке дейін мемлекеттік қызмет осы неде жүреді деп. Жалпы мемлекеттік қызметшілер енді өздері осы салаға кіргеннен кейін ол жан-жақты болады. Мысалы, бізде ауданымызда мемлекеттік қызметшілердің арасында мысалы көптеген жұмыстан тыс уақытта спорттық шаралар, мәдени көпшілік шаралары бар. Сондайға қатысатын мысалы өзіміздің қызметкерлеріміз бар. Мысалы жақын арада өздеріңіз көрген шығарсыздар әлеуметтік желілерден біздің Казталов ауданының мемлекеттік қызметшілері жалпы спорттан біздерде облыста мемлекеттік қызметшілер арасында спартакиада ұйымдастырылып тұрады. Жыл сайын ұйымдастырылатын дәстүр бойынша биыл сол спартакиадада мемлекеттік қызметшілеріміз жалпы командалық есепте 3-ші орынға ие болды. Жалпы жекелей спорт түрлерінен бағанағы күрестен 1-ші орын, бағанағы теннистан бар, шахмат ойнап жүлдері 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға ие болған біздің қызметкерлеріміз бар. Және мына біздерде облыстан өткізілетін мәдениет және тілдерді дамыту басқармасымен тіл жанашыры бағытындағы жарыстарға біздің қызметкерлеріміз қатысып, өзіміздің ақын жазушылардың өлеңдерін оқып, жүлделі орынға ие болып жүр. Жалпы осындай мемлекеттік қызметшілер арасындағы біздің жетістіктеріміз жетерлік. Яғни біздің ауданымызда мемлекеттік қызметшілер тек қана осы қызметте емес, сондай-ақ спортқа да, мәдениет бағытында да өте талантты тұлғалар жұмыс жасауда. Сіздің ойыңызша осы қазіргі таңда заманауи мемлекеттік қызметкер қандай болу керек деп ойлайсыз? Жалпы енді қазіргі заманда өздеріңіз білесіз, қазір президентіміз де алға қойып отқан мақсат цифрландыру. Жалпы мемлекеттік қызмет цифрландыру бағытында жұмыстар атқарылып жатыр. Енді заманауи мемлекеттік қызметкер ең біріншіден ол бағанағы тұрғындарға бағытталған тұрғындармен жұмыс істей алатын болу керек. Және цифрландыру бағытында қазір енді көптеген жобаларымыз бар, бағдарламалар бар, соларды меңгерген болу керек. Және енді ол қай кезде де қалмайтын, мемлекеттік қызметшінің бойынан табылатын ол әділдік, адалдық, жауапкершілік, осындай қасиеттерді заманауи мемлекеттік қызметшінің бойында болу керек деп ойлаймын. Бір сөзбен айтсаңыз, мемлекеттік қызмет туралы? Енді мемлекеттік қызметті бір сөзбен сипаттайтын болсам, жауапкершілік қой. Жауапкершілік ең басты мемлекеттік қызметшілерге артылатын жауапкершілігі бір сөзбен сипаттауға болады. Негізінен сол жауапкершіліктің ішінде барлығы кіреді. Бағанағы адалдығы бар, әділдігі бар, бағанағы тәртібі бар. Егер мемлекеттік қызметші өзіне жүктелген міндеттерді
жауапкершілікпен орындайтын болса, ол бағанағы мемлекеттік қызмет пен тұрғындардың арасындағы қарым-қатынастың да жақсы болатыны сөзсіз. Неге десеңіз, мемлекет қызметтің айнасы мемлекеттік қызметшілер. Тұрғындар осы жұмыс істеп жатқан мемлекеттік қызметшілердің жұмысына жауапкершілігіне қарап, біздің жалпы мемлекеттік қызметті бағалайды, соған қарап бағалайды. Түсінікті. Келесі сұрағымыз осы мемлекеттік қызметке келгісі келіп жүрген жастарға, яғни біздерге қандай кеңес берер едіңіз? Енді қазіргі жастарға мемлекеттік қызметке келуге кеңесім, жалпы енді білімді жетілдіріп отыру керек. Бағанағы енді мектептен алған, жоғары оқу орнынан алған білім әрине өзінің өмірдегі жұмысқа кіріп кетуіне көмек болса, енді жұмыс істеп жүрген уақытта да өзінің білімін күнделікті жетілдіріп отыру керек. Және мемлекеттік қызметке келгенде ең бастысы енді өзінің ұстанымы болу керек. Мемлекеттік қызметке келгенде жалпы қандай мақсаты бар, мақсаты айқын болу керек. Сонымен қатар бағанағы жауапкершілік бар, адал болу керек. Ең бастысы өзінің қызметіне адал болу керек. Сосын абыройлы болу керек. Осындай кеңес берер едім жастарға. Қазір жастарға мүмкіндіктер көп қой мемлекеттік қызметке келуге. Енді бізде осы биылда жыл сайын жалпы жоғары оқу орнын бітірген студенттермен кездесу өткіземіз. Жалпы ауданда біздерде қазір тапшы мамандықтар бойынша біз ауданға келіп жұмыс істеуге. Жалпы ауданның азаматшасы болсын, басқа аудандікі болсын, осында қызметке шақырамыз. Енді егер де бана айтқандай оқу көрсеткіші жоғары болса, енді ауданға келіп қызмет жасаймын деген жастар болса, біздер қызметке қабылдауға әзірміз. Енді қазіргі жоғары оқу орнын бітіріп жатқан жалпы жастарға біздің ауданымызға келіп қызмет атқаруға шақырамын. Жалпы бізде қазір ауданда жалпы вакансиялар бар. Бағанағы мамандарымыз келіп бізге тапшы. Сол себепті бағана айтып өттім ғой өзім. Егер де оқу үлгерімі жоғары студенттер болатын болса, біздің ауданымызға қызмет атқаруға, бірігіп қызмет атқаруға шақырамын. Жалпы енді қазір жастарға мүмкіндіктерді бағана айтып өттім. Сонымен қатар біздерде дипломмен ауылға бағдарламасы бар. Ол ауылдық округ әкімдіктеріне қызметке келген мемлекеттік қызметшілерге үлкен мүмкіндік. Сонымен қатар көтерме жәрдемақы беріледі. Бағанағы дипломмен ауылға келгендерге, сонымен қатар өздеріне үй алуға қосымша қаражат беріледі, үлкен мүмкіндік. Осындай мүмкіндіктерді пайдаланып, біздің ауданның ауылдық округтеріне, жалпы бөлімдеріне келіп қызмет атқаруға стартчақ. Енді баршамыз білеміз, 23 маусым ол мемлекеттік қызметкерлер күні. Соған орай әріптестеріңізге қандай тілек айтар едіңіз? Енді мемлекеттік қызметшілер күні баршамызға құтты болсын. Жалпы енді осы эфирді пайдаланып, өзімнің әріптестеріме жалпы мемлекеттік қызмет саласында бана қиындығына да, ащысына да, тұщысына да шыдап жүрген жалпы әріптестеріме мерекелеріне құттықтаймын. Енді қызметтеріңіз жемісті болсын. Жалпы енді бәріміздің қызметіміз қай салада істемесек те, сол себепті осы атқарып жатқан қызметіміз жемісті болсын. Жалпы елдің дамуы, өңірдің, ауданның, ауылдық округтардың дамуы бағытында бірігіп қызмет атқара берейік деп айтқым келеді. Рахмет. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы кеңінен ашылды деп ойлаймыз. Мемлекеттік қызметтің маңызды және жастарға деген мүмкіндігі туралы көптеген ақпараттар алдық. Сізге үлкен рахмет айтамыз, Нұрсұлтан Каримұлы, осы сұхбатыңызға. Еңбегіңіз тек ақтала берсін, жемісін көріңіз. Мемлекеттік қызметке деген жастарымыз көптеп келе берсін ауданымызға. Үлкен рахмет. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Үлкен рахмет. Осы подкастқа шақырып, арнайы қонақ ретінде шақырғандарыңызға. Өздеріңіздің подкасттарыңызды көріп тұрамын. Осыған дейін шыққан шағымдарды көрдім. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Осылай тек алға қарай дамый беріңіздер.
енді подкастқа келетін адамдарыңыз көп болсын. Рахмет көп көп.